Ғадылжан, Сәлем Айман. сен қай кітапты оқып жатырсың? Мен Мұқағали Мақатаевтың Аңсап жүріп кездесіп өлеңін оқып жатырмын. Мен де осы өлеңді оқығанмын. Маған оны мәнерлеп оқып бере аласың ба? Жарайды. Өзің бе, өзің ғажапсың, от кешкен алғаш озатсың, халқына келген азатсың, тап жауынан өш алып, өшінде кеткен қазақсың, тар жол тайғақ кешуді кешіп кеткен қазақсың. Рушан, сіз кітап оқып отырсыз ба? Иә. Қоңырау еді? Иә. Қандай кітап оқыпсыз? Мұқағали Мақатаевтың Жапырақ жүрек жасқа. Менің сүйіп оқитын өлеңім, өте жақсы көремін осы өлеңді. Сіз оқып бересіз ба? Сіздерді тыңдағыларыңыз келмей ма, әже? Келіңіздер, тыңдайық. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын бола бастайын. Келсесің бе жасқайын. Көрінер мүмкін кімгерсі, өміріңді маған бір берші. Дірбелең мына дүниені адам көзімен бір көрші. Қайың боп менде бағайын, орманнан орным тапайын. Беймәлім маған өмірге қайың көзімен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жар алдың, біреуден мен де жар алдым. Тірің жоқ жанды қайын сен, айырмашылығым адаммын. Мендегі бары бір жүрек, беріпті жүрек саған мың. Сондықтан ұзақ жасайсың, құрдасы келер заманның. Бар жоғы менде бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі семсе мың жүрек, келгенде жасыл көктемің. Тірілер қайта дүркіреп. Жапырақ жүрек жасқайың, жанымызды айырбастайық. Адам боп жүрсең қасқайып, қайың боп тұрам қасқайып. Тәуекел айырбастайық. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып, бірде адам бірде қайың боп, сүрейік өмір алмасып. Қандай керемет өлең, балалар, иә? Айтыңыздар, сенде бар мың жүрек дейді, менде бар бір жүрек дейді, балалар. Өмірімізді алмастырып, өмір бір сүрейік дейді. Өте керемет. Бізде Мұқағали Мақатаевтың поэзиясы, иә? Тәңірі деп айтуға да болады, иә? Өлеңнің тәңірісі. Тамаша. Рахмет, балалар. Өте керемет